Arduino Uno платасымен жұмыс жасарда біздер массивтермен жұмыс жасай аламыз. Массивтер бір өлшемді және екі өлшемді, көп өлшемді болуы мүмкін. Массив дегеніміз ол бізде жиым, бір атоммен берілетін белгілі бір типті айнымалылар жиынтығын айтуымызға болады. Егер массив 9 элементтен тұратын болса, оның алғашқы элементінің индексі 0-ден басталып 8-ге дейін белгіленеді. Оның элементтері мысалға 40, 55, 63 тағы сол сияқты бүтін типті элементтер. Массивті сипаттаған кезде айнымалысын 3 деп егер элементін көрсететін болсақ, бірден элементтерді енгізуімізге болады. Я болмаса, фигуралық жақшаның ішіне 1, 2, 3 деп фигуралық жақшаның ішіне жазатын болсақ, сол элементтерді алатын болады. Егер фигуралық жақшаның ішінде элементтерін 0 деп алатын болсақ, ешқандай мәнін көрсетпеуімізге болады. Егер фигуралық жақшаның ішіне 0 деп өзін жазып кететін болсақ, барлық элементті 0-ге меншіктеп алады. Егер мысалға 3 элементтен тұратын А массивін 1-ге 1 деп фигуралық жақшаның ішіне беретін болсақ, алғашқы элемент индексіндегі элементті 1 деп қабылдап, қалғанын 0 деп алады. Бұл массив элементтерін сипаттаудың көрсеткіші. Массив элементтерін түсіндіру үшін 7 сегменттік индикатор арқылы түсіндіруімізге болады. 7 сегменттік индикатор бұл жарық диодының жиынтығы деп санауымызға болады. Мысалға, бір өлшемді массив арқылы индикаторды басқару үшін бұл екілік ақпарат секілді бір байтпен есептеп мәндерін алуымызға болады. Егер 7 санын шығу үшін біздерге мына мысалдағы 7, 6, 5-ке және 1-ге жалғанған D11, 10, 9, 8, 7 және 5-ші мәндерін қосып, қалған мәннің барлығын 0-ге меншіктеуімізге болады. Егер 7 сегменттік индикатор бізде D6, D5, D7, 8, 9, 10, 11 элементтері және алғашқы D4 бізде 5-ші нүктені қабылдайды. 7 сегментті индикатордың Tinkercad онлайн платформасына жалғанған түрін көрсетейік. 7 сегментті индикатордың жоғарғы және төменгі астында аяқтары орналасқан. Оның жоғарғы аяқтарын 2, 3, 4, 5-ші пинге жалған, төменгі аяқтарын 10, 11, 12, 13-ке жалғадық. Ортаңғы аяқтары жиындыға, яғни жерге жалғанады. Sketch программасын қарап жөрейік. Byte Let's атауымен берілген массивтің атауы 8 элемент. Яғни 8 элемент бұл бізде 7 сегмент индикатордың жалғанған әрбір пині 4-ші, 5-ші, 3-ші, 12, 13, 11, 12. Я болмаса A, B, C, D, E, F, G, D, P деп аталатын әрбір индикатордың аяқтарын жалғанған пиндері сипаттадық. Char symbols 10 бізде 10 санының 0-ден бастап, яғни 10-ға дейін, 9-ға дейінгі 10 санның символ арқылы өрнектеуімізге де болады. Яғни фигуралық жақшаның ішіне әрбір 0-ден бастап 10-ға дейінгі сандарды апостроф арқылы жазатын болсақ, бұның барлығын бізде символ деп түсінетін болады. Byte Unicode атауымен берілген екі өлшемді массив 10 жолдан 8 бағаннан тұрады. Демек, 10 жолдан тұратын 0-ден бастап 9 санын белгілеу үшін және әрбір пинға жалғанған пинді 8 элемент деп түсінеміз. Егер 0 саны шығу үшін бізде G және D, P жалғанған пині 0 өшіріледі, қалғанның барлығы жанады. Демек, индикаторда 0 саны шығады. 1 саны шығу үшін
бізде b және s, яғни 5-ші 3-ші пенге жалғанған аяғы, яғни бір санын көрсетеді. Қалған жағдайда барлығы өшіп тұрады. Индикатордың бізде жарық диодының жиынтығынан тұратынын білеміз. Сол себепті әрбір элементтің санды көрсету үшін, екі санын көрсету үшін бізде мысалға S-ға жалғанған 3-ші пин өшіріліп тұрады, және F-қа жалғанған 11-ші пин өшіп тұрады, және DP-ға жалғанған 2-ші пин өшіп тұрады. Қалған пиндардың барлығы жанып тұрса, бізде екі санын шығаратын болады. Дәл сол секілді 9-ға дейінгі сандардың барлығын көрсету үшін массив, екі өлшемді массив арқылы сипаттадық. Енді олардың барлығын жағу үшін біздер void сетапта pin мод арқылы for параметрлі циклын таңдап, i 0-ден бастап 8-ге дейін әрбір пинге жалғанған пинді көріп, плюс демек бірге арттырып, әрбір пинді көре алады. Pin мод lets айнымалы, яғни массивтің атауы i элементтерінен тұрады. Output біз оны шығарамыз, яғни жарығын көрсете аламыз. Digital write lets i алғашқы бастапқыда іске қосылған кезде индикатор өшіріліп, содан кейін іске қосылады. Ол іске қосылған кезде void loop орындау бөлігінде for параметрлі цикл арқылы массивтің екі элементтерін сипаттаймыз. Яғни S бізде 10-ға дейінгі сандардың әрбір жолдың элементтерін S айнымалысын алып, оны бірге арттырып, әрбір элементін көре аламыз. Егер int i арқылы 8-ден кіші болғанға дейін 8, яғни индикатордың аяқтарын 8 пинге жалғанған бағандарды сипаттай аламыз. Әр қайсысын біртіндеп бірге артып, демек оларды digital write функциясы арқылы шығара аламыз. Digital write шығару, let, яғни пиндерге жалғанған индикатордың аяқтары Unicode SI, яғни әрбір элементін жаға аламыз. Демек, біртіндеп өсіретін болсақ, 0-ден бастап алғаш 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 деп осы индикаторға әрбір сандарды шығара аламыз. Delay 1000, яғни миллисекунд, 1000 миллисекунд, бұл бізде 1 секундке тең аралықта әрбір сандарды біртіндеп көрсетіп отырады. Іске қосайық. 0, бастапқыда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 біртіндеп қайталанып отырады. Әрбір 1 секунд сайын бізде сандар өзгеріп отырады. 0-ден 9-ға дейінгі біртіндеп артып, барлығын шығарады.